Онда бұл сыйлықтың құндылығы арта түседі егер анаңыздан болса. Қалайсыз? Анаңызға рахмет. Асхат, біз сізге ренжуліміз. Почему? Не үшін? Неге? Қалай ойлайсыз, неге? Жоқ, Диана ханым, мен айтып кете салайыншы. Жоқ, сіздердің бірінші суреттеріңіз көрейік, одан кейін неге сонша мақтанған ер азаматымыз аптасына бір ғана рет кездесуге шақырады. Бірінші көріп Бір рет емес қой. Көргім келеді сені, көздеріңнің жалыны арбап мені, сені іздеймін, нәзік сезім арнап, махаббаттың балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім, жарық берші жаныма, келші жаным, жанып тұршы күнімдей боп әрдайым, жастығымды ала гүлін арнайым, жанымда жүр жаздың түнгі айдайым. Я, медеу мұз айдыны маусым басталып кетті дейсіздер ғой, я? Күшті, қалай барып қайттыңыздар? Күшті? Вообще, жоқ, кездесу туралы айтып кетейін. Осы аптада бір-ақ рет кездестік, но всегда хабардамыз, Диана ханым, всегда. Азанда да, кешке де звондап, қал жағдайымды сұрайды, соған ырзамын. Рахмет айтқым келеді. Сол мұз айдына күшті барып келдік. Енді Әсердің Асқардың әскерді сұрайды. Асхат, енді сізді тыңдайық. Бәрі жақсы. Әдемі кетіп жатыр негізі. Білмеймін. Екі кездесу болды емес па? Сонда соңғы эфирден 2-ақ рет кездестіңіздер ме осы уақытқа дейін? Жоқ, 3 рет. 3 рет? Жаңа екеуі секунд сайын өсіп жатыр. Эфирден шыққанда. И сосын. Мен есінде жоқ екен, Диана ханым. Жоқ, бір рет біз тамақтануға бардық, екінші рет медеу. Болды емес па? Әлде сіз басқа Арина деген қызбен кездестіңіз? Жоқ, бірінші эфирден шыққаннан кейін бардық, сосын кафеге бардық қой, білесің бе? И сосын медеуге үшеу емес па? Ол бір күнде болған жоқ па, кафе мен медеу? Жоқ. Жоқ. Онда Арина ұмытып қалған екен, иә? Ұмытып қалды. Анаңыз не деп жатыр, Асхат? Ақыры осындай сыйлық беріп жіберген екен, демек көзі қарасы барлығы күшті, жақсы. Размерін сұрашы деді, сосын ана как раз конькиға барған кезде размерін біліп алдым. Не деген саясат, күшті. Ұнады ма сізге сыйлық? Анасына алғыс айтам десеңіз? Иә, күшті, маған өте қатты ұнады, анасына алғыс айтамын. Фархат шақырсақ, менде де сыйлығым бар. Бүгін сыйлықтар күні сияқты? Менде сыйлығым бар деп. Онда шақырайық, иә, Фархат, келсеңіз. Арина да не екен? Негізі парфюмді мен сіз береді деп ойлағам, Эдуарда емес, еткені тиктоктағы трендке сәйкес. Парфюмді маған Арина таңдайды деп еді. Вау. На парфюм, как? Парфюм ба? Парфюм, мен сұраған болатын, қандай иіс ұнайды. Холодный деді, сол холодный таңдап. Сізге? Нау, анасына. Жазуы бар ма? Жазуы бар, всегда улыбайтесь деген. Мәсән, күшті. Рахмет. Менен. Ой, не деген әдемі болып жатыр мына жақта барлығы. Неткен сыйластық. Тамаша. Сонымен, Асхат қандай жігіт екен, Арина? Көп сөйлемейді. Таза бір рет сол медеуден кейін тамаққа барған болатынбыз. Диана ханым, мен білесіздер ғой, мен көп сөйлеймін, еркемін, ашықпын. Сөйтіп мен көп сөйлеп қойдым да, сосын уже қабағы бүйтіп қалды да, өйтіп сөйлеген ұнамайды деді, сосын мен тыныш болып отырып қалдым. Ешнәрсе дей алмадым одан кейін. Жоқ, өйтіп серьезно айтпадым негізі мен. Просто түнгі уже сағат 2 ғой уже. Әлі сөйлеп отыр Арина. Жоқ, уже түнгі 2. Ұйқы келіп отыр уже, бірақ аузы тынбайды, короче. Жоқ, енді жаман жағынан айтпадым негізі. Серьезно айтпадым, просто по приколу айттым. Сосын маған былай ойлансам, типа, не ойланасыз, не пландастырып атсыз дейді маған. И сонымен жоқ, бәрі нормально, просто светтерді қарап атырмын, бутикқа қойсам ба деген сияқты деп айтып отырмын да. Сол? Енді негізінде қайта сіз қуану керексіз, өйткені егер сіз ұнамасаңыз, сол жердегі атмосфера Аринаға жақпаса, онда мүлдем өзі тұйық болып, ол жерде ашылып әңгіме айтпас еді. Ал сіздің жаныңызда демек өзін еркін сезінеді, әңгіме айтудан қысылмайды, ұялмайды дегендей. Сонда Асхаттың қолынан сізді ашу келген ғой? Келді, күнде жазады. Маған сол ұнады, күнде жазып, тамақ іштім ба, уайымдайды да, тамақ іштім ба, не істеп жатсың, қайырлы таң, қайырлы кеш, қайырлы түн, эфирден шықтым ба, бәрін жазады Диана ханым. Внимательный, да? Сол ұнады. Сол алғысым. Демек, келесі кездесуде кішкене азырақ сөйлеймін деп шештіңіз бе? Иә, сөйтіп шештім. Енді ой, шоколадный бауырымға біздің сарғыз ұнап жатқан сияқты ғой. Сыйлық әкеп беріп жатыр, бір-біріне сыйлық беріп жатыр.
Бірақ енді Аринаның жаңағы бір қадамдарын білмеймін, енді редакция тарапына қарай бірақ кездесу болды деген сияқты қылып айтқаны бір мін іздеп көргім келген сияқты да жігіттен. Әлде қалай ол кездескен нәрсе есінен шығып кетеді деген сияқты? Жоқ, Диана ханым сұрады ғой менен, қанша кездесу болды. Біз Диана ханым сол эфирден шыққаннан кейін, ең соңғы эфирден шыққаннан кейін бірақ кездесу болды. Оған дейін екі рет кездесу болды. Сол сұрағаннан кейін мен айтқан болар. Бірақ негізінде сіздер эфирге соңғы рет қашан шықтыңыздар? Жұма күні шықтық қой. Жұмадан сейсенбіге дейін 4 күн негізі болады, иә? Бір кездесу жақсы. Арина, енді саған сұрақ, жігіт өзінің пейілін айтып жатыр, жаңа көп сөйлеген ұнамайды деген сияқты. Саған ұнамаған нәрселер бар ма? Ондай прям ұнамаған нәрсесі жоқ. Ну просто андай маған кішкентай ыңғайсыз, қатты қысылып андай сөйлемейді көп Диана ханым. Мен кішкене тартам әңгімеге. Я жоқ, еш нәрсе жоқ деген сол сөздер андай серьезный да өзі. Жаңа сіңілісі болды ғой жанында, подругасы ма? Содан кішкене Ұялдыңыз ба? Қысылдым дейді Нұрдәулет. Мен сұрақ қойым кеп жатқан, Арина, саған сен алдында айтып қалып едің ғой, менің үлкендерім, апаларым Шымкентке қарсы деп, енді бұл балаға қала қарсы ма, одан кейін сіңліңмен сөйлестің ба, қандай жігіт деген сияқты? Сен көбінесе өзің сіңліңмен, ағаңмен сөйлесесің ғой? Сіңілім андай ол маған прям ондай айтпайды. Енді Каринаның жасы кіші, Аринаға ақыл айтатын жаста деп ойламаймын. Әсіресе жігітпен таныстыққа келген кезде ол әлі кішкентай қыз ғой. Болды. Ағаммен әлі ақылдасқан жоқпын. Жанахан, Ізбасар мырза? Шыбылар деп өтіп кеттік. Не, қош келдің інім. Мен сені сұрайын дегенім, сен алдыңғы кешегі эфирлерді көрдің ба? Жоқ. Жоқ, көрмедің ба? Көрдім енді былай. Енді қара, кеше енді кім екеу сөзі кеп қалды, Шерхан екеу. Шерхан еқі жаным ау деген әңгімелер кетті. Кім ұрсып атса да Арина күліп қойып ұрсып кәдімгі өзінің эмоциясын шынайы жаңаны бір ашу емес, кәдімгі бір жаным деген сөзге бір еріп кеткен кездер болды, мойындауға болады. Сол саған бір қалай қытығыңа тимеді ма? Жоқ, енді тиді ғой, бірақ өзім айта алмадым, потому что бізде сөйлеспедіңдер ма? Ау? Ол жайында сөйлеспедіңдер ма, ол тақырып жайында? Жоқ, сөйлеспедік. Мен айтып кете салайыншы, Диана ханым, мен ай жерде еріп кеткен жоқпын. Мен ой жерде, мен қалай бар, тура сөйтіп, қалай жауап бер, қалай сұрақ қойды, мен тура сөйтіп жауап бердім. Сен үйтіп айту парызың негізінде, ал састарын адамдар қалай көрінеді. Мен білем ғой Шерханның болғаны енді. Бәріміз бір едеміз, өйткені бұның тактикасынан, ой жаным ау, не болды саған, қойсай жаным ау деген, не Шерхан, анау білесің ба деп кәдімгі мына ұрсамай қалатын қыздар болады ғой. Ізбасар, қазірше өте көп әңгімені қосып жатсыз негізі. Эфирден тыс сіз менімен Шерхан екеуміз ұрысқанымызды көрген жоқсыз. Арина, Ізбасар аға, былай ғой, мен енді ол нәрсені кімге айтпаймын, негізі көп қыздарға да айтам, жаным, алтыным деп сағынышқа да айтқан кезде. Негізі айтыла береді, оны үйтіп бұрмаламаңдар, нормально таныстық жүріп жатыр ма, мен қуаныштымын, мен сезіп тұрмын бір нәрсені. Бір нәрсе шығады. Жоқ, танысты жүре берсін да, Диана ханым, ол немес, мен тұрған кезде просто Шерхан келді, қасына келіп, не болды деп жай әңгіме айта бастаған кезде енді екі кішкене сөз келіп қалған кез ғой. Сол енді эфирде талқыланып кетті енді. Дилбар ханым Ізбасарға ұрсатын сияқты қазір. Иә, Ізбасар сенің сөзің жандегі не дедің? Жаным деп берді дедің бе, не дедің? Түсінбей қалдым. Ол жаным деп кекетіп айтқан сөзі ғой, ондай беті жақсы көріп айтқан жоқ. Сен неге арасына от тастап отырсың, түсінбедім. Жоқ, от тастап отырған жоқ. Дилбар ханым, мен енді білем ғой, інім болғаннан кейін ол жас жігіт, мен оның кәдімгі сөйлеген сөзінен ақ көзден ақ дұрыс қойылған. Жас жігіт сен інің өзі ғашық болып жүрген шығар, Аринаның оған деген көзқарасын біз көріп жүрміз. Диана ханым, мен айтқым келіп жатыр, қазір өзің айтып қалдың ғой, сырт көзге солай көрініп қалды деп. Қазір сенің де сырт көзге қалай көрініп отырсың? Екеуінің жақсы таныстықтың ортасында түскендей болып көрінесің. Сол сенікі дұрыс па? Әлде сен тоқтады, бұлар да тоқтамайды. Мен бұл жігітті кәдімгі қайрайын деп отырып, кешегідей нәрселі болатын болса, бірауыз жарайды, ол подарок бола береді. Ана жасандылық андай не жасама. Мысалы сен подаркың беріп жатсың, анаң беріп жатыр, бірақ кешегідей нәрселерден кішкене спрос болу керек. Ол не үшін қалай? Мен жігітті қайрап жатырмын дейсіз. Сонда қазір жігіт не істеу керек сіздің ойыңызша? Кеше сұрап білу керек те, не жағдай болды? Сұраған жоқпын деп. Мен екеуін не етіп жатқан жоқпын. Енді мен ой жерде сұрағанда менде оған эфир көруге уақыт болмады. Просто бізде таныстық қой қазірше. Мен оның жігіт емеспін, сен не үшін не істедің? Мен байқаймын да, таныстық деп сен айтып қоясың, бірақ уже подарки берген, сыйлық берген, сен сыйлық алмасқаннан кейін кішкене уже таныстықтан кішкене жұпқа дейінгі сәл кішкене бір не бар сияқты екеуіңде. Дилбар ханым, сен өзің таныстығын тоқтадың ма? Енді басқалардың да таныстығын тоқтауға тырыспашы. Өтініш. Диана ханым мына жерде айтқан еді ғой, енесі деп. Диана ханым мен айтпен еді, Ізбасарды ене деп айтты ғой, нағыз ене ғой. Бәрін талқылап, точкасына қойып береді ғой.
Жана ханым, менше негізі Асхат мырза сізді түсінбей отырмын да, сіз негізі алдында келген кезде осы жерде Ернұрмен бірге осы бақталасып жатқан кезде, ой, сіз ғашықпын, мен деген андай мындай деп күштілеп тұрып айттыңыз да, қазір мен тек қана бұл таныстық қой, мен не деп айтам деген сияқты бір бей-жай қарап отырсыз да ситуацияға. Кешегі жаңа айтып жатсыз, ашылмады деп жатыр ғой Арина. Мен оның жігіт емеспін ғой. Жігіті болмасаңыз да енді сіз ұнатып ғашық болып келдіңіз, ол сізде қызғаныш сезімі жоқ па сонда? Тем более бұл жерде экс жігіті. Жоқ, мен негізі Асхат мырзаны қолдағым келеді. Дұрыс қой? Сөйтіңізші. Жігіт емес қой, шынымен не деп қорғайды ол, не деп айтады, екеуінің арасында сыйластық қалғаннан кейін, қазір ол келіп өзінше ақылсындып мынандай деп айтса, ол кезде Аринаға ұнамай қалады да. Өте әдемі отырсыз. Егер де жігіт пен қыз болған кезде ғана ол солай айтуға болады. Білмеймін, мына жерде ұрыстырғыларыңыз келіп отыр ма? Или Шерханмен төбелескілеріңіз келіп отыр ма? Неге айтпайсың? Мен түсінігім бойынша бұл жігіт Аринаға сеніп отыр. Түсіндің ба? Сол үшін ол ешнәрсе. Жана ханым, мамам саған кеттім. Иә, дұрыс Ділбар ханым, жарайсыз. Негізі бір нәрсе айта кетейінші, мына жерде жаңа Сіздер кешкісін үйде не істедіңіздер? Ізбасар, Данияр, Шерхан араларыңыздан бір үлкен қара мысық өтіп кеткен сияқты. мен былай айта кетейінші. Шеміз шком тиқтадық. Жаңа Арина айтып отыр ғой, Ізбасарға ене деп, жаңа кім эфирдің басында да ер жігітте Айданаға мырза деп, ондай бір-бірлеріңе үйтіп ауыр сөз айтудың қажет жоқ. Еркек адамына сен әйелге теңегенің вообще дұрыс емес, Арина, керек емес. Ал ер жігіт Айданаға келіп сен Айдана мырза дегенің де ол да дұрыс емес. Сондықтан да бір-біріңнің жеке намыстарыңа тимеңдер. Шерхан жарайсыз, Шерхан алға! Шерхан өзгерейін депті, Құдайға шүкір. Данияр ары қарай да Шерханмен араласпауыңызды сұраймыз. Хадиша? Дұрыс қой енді, жақында ханзадалық басталады, конкуренция. Дұрыс, әрқайсысы өзінің жеке басын ойлайды. Жеке басын ойлау керек қой, дұрыс қашан дос болып жүреді. Сол мен айта кететін негізі осы тақырып қашан жабылады деймін да, Шерхан Арина деген. Әр шыққан сайын Шерхан Аринаны қозғай береді. Бітпейді екенсіздер. Шерхан, мен саған айтайын, мүлдем эфир сыртына жоламай-ақ қойшы Аринаға. Өзің келіп тесесің, сосын тұрасың да Арина саған ауыр сөз айтса, не үшін маған ондай сөз айтты деп шығасың. Керегі не оның? Мен Арина туралы Білесің, бірдеңе үміткері айттым ба? бар екен. Бастадым ба? Осы уақытқа дейін Арина мен сен ортада отқанда бірдеңе деп бастадым ба? Не үшін мені тығып отырсыңдар? Өздерің шығарып алып, өздерің сен эфир сыртында ғой бастайтын бәрін. Тиісіп Аринаға. Онда бөлігі отырайық. Мөлдір. Басқа неге барсың? Шерхан, досыңыз ғой, өзіңіз айтыңызшы. Хадиша айтып жатыр ғой, қашан тоқтайды деп. Еш қашан тоқтамайды. Өткен өмірлер болғаннан кейін бір жерде отырма, ол бәрібір де талқыланады. Осы жерде отырған барлығымыздың бір өткеніміз бәрібір де айтылады, бетке басылады. Сол үшін ол еш уақытта тоқтамайды, Хадиша. Демек, үміткер оған дайын болу керек, Иә? Бірақ мен негізінде кей қатысушылардың пікірімен келісем, сіз өткен эфирлерде келген кезде сізде бір қарқыныңыз басқаша болған еді. Мен Аринаны ұнатам, маған қыз ұнайды, мен бәрін істеймін, мен тіпті үйленуге бармын деп. Ал қазір мен әлі жігіт емеспін, өзі білсін, өздері шешіп алсын. Әйтеуір бір шетте былай тұрған ыңғайлырақ болып қалды сізге. Просто мен, если запрет қоятын болсам, ертең қызық емес болып қалам ба деймін да. Соған кішкене Арина, енді біз білмейміз ғой, қазір бізге осылай көрініп жатыр. Кездесу барысында сізге деген қызығушылығы қалай жалпы? Бізде жарнама, бұл сұраққа жарнамадан кейін жауап, және Тимур мырзаның ерекше өнері үй жағдайында қайталауға рұқсат жоқ өнері көреміз. Жобасы ортада Арина және Асхат бір-біріне сыйлық сыйлап жатыр. Таныстық жақсы, қарқынды жүріп жатыр деуге келеді, бірақ неге Аринаның көңіл күйі кішкене бұзылып кетті? Жоқ, бар Диана ханым. Ойланып кеткен ғой. Не жайлы ойланып кеттіңіз? Диана ханым, бірдеңе айтып кетсем болады ма? Иә, әрине. Шерханға айтайын деп едім. Енді үміткер болып келіп отырмын ғой мен. Енді үміткерді сыйла дегенім ғой. Просто жаным деген сөздерден келесе болмай қойсын, хорошо? Сен негізі тыңдадың ба жаңа мен не айтқанымда? Просто мен айта алмаймын да Аринаның өзіне. Шектеу қоя алмаймын дейсіз, дұрыс? Шектеу қоя алмаймын. Просто прямой Шерханның өзіне айтып отырмын. Енді мен не деп айтқанымды тыңдадың ба жаңа? Енді айтты ғой. Сағынышқа да айтамын. Мына жерде қыздардың көбісіне жаным, алтыным, күнім деп айтамын.
ол этот просто енді. жақсы көру мақсатында емес, просто и жаным Просто. әшейін, и күнім алтыным қоя сал деген сияқты. Негізінде ол сөздер қазақ тілінде сіз кез келген адамға айтсын деп шығарылған жоқ деп ойлаймын. Оның қолдану орны болатын сияқты. Егер әр қыз немесе әр жігіт бір-біріне жаным, күнім, алтыным деп айта берсек, сонда басқалар бір-бірін ғашық жандар не деп еркелетеді? Жоқ, қыздар айтпай ақ қойсын маған. Мен оларға просто сөйтіп сыйластық ретінде жаным әшейін, күнім әшейін деген. Сыйластық емес, қайта сіз осындай бір құнды сөздердің құнын төмендеткен сияқтысыз. Артынша одан кейін сағынышқа айтасыз, Аринаға айтасыз, одан кейін ол қыздармен ұрсасыз, ол қыздарды балағаттайсыз, содан кейін арты жаман болып кетеді. Кешіріңіз, жарайды. Жоқ, мына жерде айта салайыншы енді Асхатқа. Оны неге жаңа айтпадың? Жаңа нормальный деп отыр едің ғой? Или бір туалетке шығып кетіп, мен айтуым керек екен ғой дедім. Жоқ, ондай емес, просто өзіне айта алмадым да, мен ше өзіне айтайыншы дедім прямой. Енді өзіне айтып отырсың ғой, жаңа өзіне. Және Данияр, мен бәрібір де талап етемін, эфирде эфир мәдениеті сақталсын. Не сөз, ол әжетхана, басқасы. Бара-бара кішкене өздеріңіз отырғаннан кейін даңдайсып, кеуделеріңіз көкке ұшып бара жатыр. Болмашы бір әңгімелер, не әжетханаға барып сөйлеп, үйреніп келдің бе, бүйттің бе, сөйттің бе, не әңгіме? Мен айта кетейін, Жанна ханым. Сима? Кеше негізі жаным әшейін деп, Арина негізі бірінші бастаған сияқты еді, жаным ау деп ше. Сосын тағы Аринаға айтарым бар, негізі Шерхан екеуінше отношения енді басталып отқан кезде сен негізі сезіміңді бірінші білдірдің ғой да. Былай көп внимание бөліп, ше олдарға негізі ондай ұнамайды. Они наоборот отталкиваются, когда қыздар бірінші жақындағаннан ше. Содан айтқым келгені Асхат екеуің үйтіп ондай ошибка жасамақ қой дегім келеді. Аринаға көбірек жұмбақ бол деп жатырсыз ғой, иә? Иә. Жігіт көп сөйлесін. Иә. Жана ханым, мына жерде ше, ашылсаң сөйлейді. Неғып ашылдың деп. Ашылмасан, неғып сен ашылмадың, сен таңдап кеп жатыр ғой, неге әңгіме айтпайсың, әңгімеге тартпайсың дейсіңдер. Сендерге не керек сонда? Қатты ашылма деген. Жоқ, мен қатты ашылдым деп ойламаймын. Чуть-чуть. Мен қалай бар, әңгіме неден тарғайды, сөйлесеміз Жана ханым. Кішкене деген ғой енді Симаның, сәл-пәл. Кішкентай. Иә, кішкентай ғана дейді, Меруерт. Жана ханым, Аринаға ашылып кетті дегенге енді келмейтін шығар. Өйткені Аринаны біз өзіміз бәріміз жақсы білеміз. Арина өзі сондай ашық, жарқын қыз ғой. Кез келген адаммен тіл табысып, сөйлесіп кететін қыз. Енді просто кейбір жігіттер болады, ондай қыздарды ұнатпайтын. Енді сіздің ойыңыз Аринаға өзгеріп кеткен жоқ па сол үшін? Жоқ, өзгермеді. Таныстық жалғаса ма? Иә, әрине. Жалғасады. Рахмет үлкен Асхат. Келесі жолы көбірек тәтті әңгіме күтеміз. Кездесулер жалғаса берсін. Сыйлықтарыңызды алсаңыздар. Рахмет. Есік. Ал енді жыр